Аты-жөнім Қалмұрат Қасымхан, мен Алматы құрылыс және менеджмент колледжінің 3-ші курс студентімін. Яғни бүгін біздің жобамыздың қорғайтын тақырыбы коммерциялық ұсыныс төбе франшизасы. Яғни баса кететін болсақ, заман талабына сай қазақ тағамдарын ұсынатын жайлы әрі халал мейрамхана. Дәм мен сапа біздің басты ұстанымымыз болып есептеледі. Біздің ең үлкен күшіміз дизайн тәсілі. Біздің көзқарасымыз біріктіру эстетикасы, жайлылығы және ұлттық талғамы бар кез келген кеңістік болып есептеледі. Ұмытылып бара жатқан қазақ тағамдарын қайта жаңғырта отырып, біз әр өнерге тән бірегей ингредиенттерді қосып, қой етінен жылқы мен сиыр етінен қайталанбас дәмін ұсынамыз. Бұл төбе мейрамханасының негізгі миссиясы. Біз ұлттық тағамдарды насихаттау үшін дәстүр мен заманауилықты біріктіреміз. Асыраулыққа бір көз жүгірте өтсек, және де айта кететін болсақ, білім беру бізде қызметкерлерді оқыту, нүктеге басқару, маркетингті қолдау болып есептеледі. Жабдықтар тізіміне келетін болсақ, кофе машина, кофе молка, стол, кондитерская витрина, блендер, тостер және тағы да басқа. Осыларға бізге франшизаға 1,5 миллион қаражат кетті, ал кететін сума вообще 5 миллион осы аппараттарға, жабдықтарға. Және де айта кететін болсақ, тінту доход бізде 100 мың мен 300 мың арасында, яғни 50%. Договор франшиза келетін болсақ, заключается официальный договор франшизы. Все условия и права отражаются в договоре. Және айта кететін болсақ, срок окупаемости. Саламатсыздар, менің есімім Шыналиев Ислам, төбе кофейня форматында таныстырылған. Білім беру, қызметкерлерді оқыту, онлайн или офлайн формат. Продолжительность 2 недели. Нүктені басқару. Контрольный день 2 раза в неделю. Контроль кассы, качества, сроков и деятельности обучения. И систематическая проверка. Маркетинг қолдау. Публикация в Instagram 2 раза в месяц. Ежедневная отметка в сторис. 1 пост в неделю в той точке. Поддержка Тугес. Таргет поддержка рекламы. Төбе ресторан форматында көрсетілген. Жабдықтар тізімі. Кухня. Горячий плюс холодный цех. Плита. Духовой шкаф. Жарочная поверхность. Фритюрница. Микроволновка. Холодильник. Морозильник. Стол. Мойка. Вытяжка. Контейнеры. Мойка и уборка. Посудомойка. Мойка тройная. Уборочный инвентарь. Водонагреватель. Склад. Морозильный ларь. Холодный шкаф. Стеллаж. Весы. Бар. Кофемашина. Кофемолка. Ледогенератор. Блендер. Соковыжималка. Холодильник барный. Барная стойка плюс инвентарь. Безопасность. Огнетушитель, аптечка, камера. Касса и учеты. Постсистема, кассовый аппарат, терминал для оплаты карты, принтер чеков. Франшизаның бағасы 10 миллион теңге, кететін шығын 80 миллион теңге. Мына жерде көрсетілгендей біздің негізгі ресурстар, өткізу арналары, негізгі серіктестер, қызметтің түрлері, құнды ұсыныс, қонақтармен қарым-қатынас, тұтынушылық сегменттері, шығындар, құрылымы, кіріс ағындарын қарап өтсеңіздер болады. Біздің басты мақсатымыз төбе қазақ мейрамханасын танымал халықаралық брендке айналдыру. Біз сондай-ақ іскер серіктестеріміз үшін қолайлы жағдайлар жасауға тырысамыз және қонақтарымызға қолжетімді бағамен жоғары қызмет көрсетуге ұсынамыз. Назар аударғандарыңызға рахмет.